Сәлем достар. Бұл видео ұбт тапсырайын деп жатқан әрбір 11 сынып оқушысына арналады. Мен қазір Еуразия ұлттық университетінің бірінші курс студентімін және де грант иегерімін. ұбт-дан жинаған балым 127, таңдау пәндерім ағылшын тілі және дүниежүзі тарихы. I can't believe this. Мен тура бір жылдан кейін дәл осындай жерде, дәл осы орында отырып, бірақ басқандай сценарийде сіз айтамын деп мүлдем ойламаппын. Ойламаппын дегенде армандадым. Арманымның орындалатынына 100% сенімдемес едім. Ал қазір сол арманым орындалды. Бұл видеоны маған түсіруге итермелеген бір қадам деген блогердің видеолары. Соған қарап өзімне де миыма кішігірім салмақ түсіп, орысша айтқан кезде осознать етіп, соны өзімнің армандаған өмірімді сүріп жүргенімді түсіндім. Шүкір. Жалпы айтқанда негізі арманға жету ол тікелей өзіңе байланысты. Тікелей өзіңе. Жалпы айтқанда, не айтқым келеді. Менің мысалға каналымдағы алдыңғы видеоларды көріңдерші, ұбт-ға дайындалып жүрген влогым бар. Сол влогты көрсеңдер, түрім әркез осындай қобалжыған, стресстегі, жаңағы ойында барлығында тек қана ұбт, қаңтарды қалай тапсырам, наурызды қалай тапсырам, нағыздан неше алам, IELTS-тан қалай деген секілді неше түрлі сұрақтармен жүрген аяужан едім. Ал қазір бір жылдан кейін көріп отырғандарыңдай арманы орындалған, грантта оқып жүрген, ата-анасының үмітін ақтаған аяужан. Бірақ ештеңе өзгерген жоқ. Жай ғана грантқа түстім, оқуға түстім. Енді оқып жатырмын, шүкір Алла. Айтқым келгені, ешқашан берілмеңдер. Құлап бара жатсың ба? Түк етпейді, орнынан қайтадан тұр да, қайтадан басынан бастап оқи бер. Уақыт бар. Уақыт ешқашанда кем болмайды. Сен уақытты дұрыс қолдана білсең, ол саған міндетті түрде жетеді. Сен өзіңнің осы ұбт кезінде, ұбт дегеніміз, менің ойымша, әрбір баланың, әрбір адамның өмір жолында болу керек бір белгілі бір кезең, міндетті түрде болу керек кезең деп ойлаймын. Өйткені дәл осы жолда біз келесі болашақтағы үлкен өмірге қадам басуға үлкен дайындықпен, барлығымен дайындалып, сол жолдан өтуіміз керек. Ол жол бізге барлығын үйретеді. Бізді өзіміздің сабамызға түсіреді, орнымызға түсіреді. Ойлап қарап отырсам, ұбт-ға дайындалғаннан кейін балалардың, жасөспірімдердің көпшілігі өзгере бастайды. Олардың алдыға мақсат қоюы, армандарын орындауға деген талпынысы, ішіндегі өзінің болашағына деген қорқынышы мен үміті, барлығы өсе бастайды, жаңағы ашыла бастайды. Оған дейін біз жай ғана әлеуметтік желіге тәуелді болып қалған болмаса, өмірдің рахатын көріп жүрген жаңа жасөспірімдер едік. Ал енді ұбт бізге осы жауапкершілікті мойнымызға алып, соны ары қарай іліп әкетуге мүмкіндік беріп отырған, менің ойымша, сондай бір кішігірім кезең, бір-ақ жыл уақыттың ішінде сіз өзіңізді 100% өзгертесіз. Ойлаңызшы. Дәл қазіргі сәтіңізде сіз қиналып отырсаңыз, ол сіздің ертеңгі күніңіздің, жемісіңіздің бастамасы екенін білу керексіз. Айтқым келетіні, ешқашан берілмеу керек. Қиналып жатырсыз ба? Керісінше сол процестен ләззат алуға тырысыңыз. ұбт-ға дайындалуды махаббат ретінде көріңіз. Жақсы көріп жасаңыз бәрін. Не нәрсені жақсы көріп істесеңіз, сол нәрсенің сізге деген тартылысы да арта түседі, және сіздің де оған деген тартылысың арта түседі. Соның нәтижесінде оның жемісін де көре бастайсыз. Бұл сіздің осы бір-ақ жылдың ішінде болашағыңызға деген үлкен жауапкершілігіңізді арқалап, сол болашағыңызға дайындық кезеңі деп айтар едім. Әрине, мен қазір енді сол ұбт-дан кейін есейіп, кәдімгідей өсіп кеткен де жоқпын. Жай ғана менің ішімдегі қасиеттерім, ішімдегі жауапкершілігім өсе бастады. Мен өмірге басқандай көзқараспен қарай бастадым. Өмір маған тек қана ойын-сауық, ойын-күлкіден емес, дамудан, адамдармен тіл табысудан, ортақ қарым-қатынас құрудан, тағы да басқа да қырларынан көріне бастады. Мен өзімді кітап оқумен дамыта бастадым. Кітап оқу ол менің жаңағы ұбт-ға дайындалып жатқан кезінде маған рахат берген процесс болғаннан кейін, мен оны ары қарай іліп әкетіп, өзіме хобби қылып жасап алдым. Сол секілді ұбт ешқашанда сізді қинайтын дүние емес, қинайтын кезең емес. Ол әрине өмірдің соңы да емес. ұбт-ға дайындық кезеңі, жарайды, сіз оның жемісін көрмесеңіз де, дайындық кезінде болған процестің өзі сізге өте үлкен жауапкершілік, әрі өте үлкен өміріңізге бір жаңағы тәжірибе сыйлайды. Грантқа түссеңіз де, түспесеңіз де, әйтеуір осы кезеңді кешіп өту, бұның өзі үлкен бір мықты іс бітіргенмен тең. Сізге ұбт тапсырушы тілек, сәттілік. Бұйырса келе жатқан қаңтар ұбт-дан барынша жоғары балл жинаңыз. Бұл сіздің ең қызықты тәрбиелейтін кезең. Бұл кезең ешқашан ұмытылмайды, әрі сіздің болашақ өміріңізге үлкен бір кірпішін қалап кететін кезең.